Шарықтаған баға көзді шарасынан шығарардай. Бұл жолы маусымды шиналарды ауыстыру бағасы көлік жүргізушілерін таңғалдырды. Күзгі маусымдық шина ауыстырумен салыстырғанда бұл жолы баға айтарлықтай өскен. Толығырақ тілші материалында. Я вот записался, сейчас вот буду загонять полностью все 4 колеса, переобуть 4000. А раньше сколько это делали? Ну, в том году вроде бы 2 с чем-то было, там 2800, если не ошибаюсь. Автокөлік жүргізушілерінің қысқы шиналарды жазға ауыстыратын кезі келді. Бірақ бағаның қымбаттауы жағымсыз тосынсый болғандай. Біз шинамонтаж шеберханаларының біріне кіріп мәселенің мәнісін сұрадық. Қазір ұзын сонар кезектің уақыты болғасын. Жүргізушілерден дамыл жоқ, тіпті олар тек жазба арқылы қабылдауға мәжбүр. Сұраныс шектен шыққан соң баға да құбылады. Баға 2 есеге өсіп кеткен. Бұрындары 3000, 3500 теңгеден басталса, қазір 5000 теңгеден басталады. Жақында бұл жердің иесі келіп, бағаны өзгертіп кеткен. Өткен күзбен салыстырғанда баға біршама өскендігі байқалады. Мәселен, 14-тік доңғалақтар 2800 теңге болса, ал қазір 4000 теңге. Бұдан сәл үлкен диаметрлі джип доңғалақтары 5000-нан 7000-ға қымбаттаған. Қарапайым дөңгелекке орнатылатын жүктің өзі 50 теңгеден 200 теңгеге өскен. Мартин Мишаткин 2018 жылы жұмысқа орналасқан уақытта күніне 500-ден 1000 теңгеге дейін алған. Соның өзі күйбелең тірлікке жеткілікті еді дейді. Начальник. Бағаның көтерілуін бастығымнан сұрап едім, барлық жерде осылай деп жауап берді. Базар болсын, басқа болсын осындай баға, арзанын таба алмайсың. Қазір күніне 20 мыңдай табуға болады, бірақ сол бұрынғы уақыттағыдай ақшаны жеткізе алмайсың. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша өткен жылдың наурыз айында инфляция 8,7% деңгейде болды. 2022 жылғы наурыздың қорытындысы бойынша Қазақстанда инфляция 12%-ға дейін өсті. Жыл басынан бері тұтыну тауарлары мен қызметтерінің бағасы мен тарифтері 5,2%-ға, оның ішінде өнімдерге 8,2%-ға, азық-түлік емес тауарларға 3,6%-ға, ақылы қызметтерге 2,6%-ға ұлғайды. Қазақстан тұтынушылар лигасында соңғы аптада бағалар 20-дан 30%-ға дейін көтерілгенін айтады. Каждый, кто ходит в магазин, Дүкенге барған әрбір адам бағаның өскенін байқай алады. Бұрынғыдай емес, мойындау қажет. Кез келген қызметтің бағасы факторлардан тұрады. Көлік базарына кірсек, барлық шығын материалдары қымбаттағанын көруге болады. Тіпті жалға алу бағасы да өскен. Енді адамдар ақша реті келмесе, қыстық шина ауыстыратын арзан қызметін іздеп сандалуы мүмкін. Бірақ бұған да түсіністікпен қарауға шақырамын. Автосервис қызметінің қымбаттауы жолдарда ақаулы автомобильдердің көбеюіне әкелуі мүмкін. Автокөлік жүргізушілері доңғалақты ауыстырмай үнемдеп көрсе, маусымға сәйкес келмейтін шиналармен жүру бұл апатты жағдайды жиілететіні шындық. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Зайц, 5-ші арна.